Біздер бүгін мынандай внутренний диммерді қалай қосамыз, патронға қалай жалғаймыз, обычный лампочкамен накаливание 40 ваттық. Соны сіздерге көрсетем. Диммерді аламыз, ішінен гайкасын бұратып шығарамыз. Яғни мына жерде бізде екі салатын, тоқ салатын несі болады, соны бұраймыз да ішіне кабель саламыз. Яғни қазір мен сіздерге көрсетем. Мына жерде бізде 220 вольт, яғни бұның біреуін аламыз да осыған саламыз, және тесігіне біреуін ғана қысамыз. Екінші біреуін аламыз да мына патронның кез келген бір жағына қыстырамыз. Екінші жағын. Патронның несін салмадық. Қазір салып жіберейік. Сол жағын кетпіз. Қазір бізге ыңғайлы болсын деп. Одан кейін қазір екінші жағына екінші проводты аламыз да, мысалы мына жерден бір проводты аламыз да, бұдан мына екінші жартысына қосамыз. Қазір мен сіздерге екінші проводты алып келейін. Яғни міне қысқа бір проводты алдық, таптық. Жәнегі диммердің екінші ұшына бір проводты аламыз да саламыз. Яғни бұл жерде негізі ыңғайы келсе, кішкентай 40 ваттық кішкентай лампочкалар болса 0,75-тік сечениемен қалыңдығы бола береді. Ал енді одан кішкене көбірек болса, мына оны көтермейді. Бұл жерге максимально енді қарасаңыз, мына диммердің артында жазылып тұр, бірақ 800 ваттқа дейін деп. Бірақ бәрі дегенімен Қытай болған соң кішкене запаспен алған жақсы. 400-ден 300-ден асырмаған абзал деп айтамын. Екінші ұшына тағы да ұмытып барамыз. Мына патронды саламыз. Осылай жалғанда бір-біріне тиіп қалмау керек. Патронға қайтадан орнатамыз. Диммеріміз дайын. Бұл жерде де тимеу керек. Енді қайтадан нелерін орнатып, өздеріңіз көріп отырғандай орнына қойып тастаймыз. Бұл диммер солға до конца апарсаңыз өшеді. Міне көріңіз, тық-тық етеді. Қосылады ақырында, немесе до конца өшеді. Қазір біз бірінші 40 ваттық лампочка салып көрейік. $220 вольтты қосайық. Ақырындап қарасаңыздар, міне жарық, ашық жарық болады, яркий, болмаса сығырайтып қойсаңыз да болады. Осындай. Бұларға енді светодиодный лампалар келмейді, өйткені светодиодный лампалардың өзі низковольтный специально болған соң, андай экономичный лампочкалар дейді ғой. Олар бұлармен жұмыс жасамайды. Олар өзі аз потреблять еткен соң, оны қиындау болады да. Қазір енді 250 ваттық қызыл лампы салып көрейік. Әкеңіз өздеріңізге баршаға белгілі қызыл брудерге қояды, помещение қояды.
Одан кейін қазір тағы бір патронды көрсетіп кетем. Көрсеңіздер. Мүлдем қатты жарық жүрсе де болады. Көздеріңіз ауырып кетпесін. Мүлдем өшіріп тастаса да болады. Негізі мынау жақсы, негізі қатты жарық қылмай. Слабый қойып қойсаңыздар тоже болады. Терморегулятор болмаған жағдайда осы арқылы болғанда тиімді. Диммердің түрлері болады. Мынандай диммерлер де бар. Бұлар енді кішкене помощнее жүреді. Мынандай диммерлер де бар. Мен сіздерге қазір ашып көрсетейін. Мынау енді бескорпусный болып саналады. Бұлар кішкене помощнее жүреді. Бұлардың да қалай қосылуы жайлы каналда бар. Осындай 220 вольттық. Бұлардың және 12 вольттық диммерлер де болады. Реостат дейді. Қарасаңыздар. Лампамыз жаңағы обычный лампа болды. Қызыл лампа. Мына жерде сіздерге керамический лампа көрсетейін. Мына керамический лампалар өте сапалы. Қазір соңғы келгендері қалың. Біздің жағдайда 150 ваттық. Бұларды да осы арқылы қолдансаңыз болады. Қазір мен сіздерге тағы бір патронның түрін көрсетейін. Мынандай мынандай патрондар бар, міне керамикалық, яғни іші керамический, сырты алюминиевый корпусы. Мына жерінде проводтар напряжениесі кернеу күші кіреді, мына жерге іліп қойсаңыздар болады. Бұл сондай алюминий әдейілеп жасалған деп ойлаймын, өйткені мына керамическийдің бұл алюминиевый көбінесе радиаторларды қолданады, как охладитель ретінде суытатын. Керамика қызға соң мына корпусқа береді, корпус арқылы суыту қызметін атқарады. Өте сапалы, Қытай болса да маған өзіме ұнады. Міне осындай іші бәрі. Мынандай прокладка. Уплотнитель десе болады. Осында керамикалық лампаларды, патрондарды да қолдансаңыздар болады. Бұл керамикалық, я болмаса 250 ваттық сондай патронды қыздыратын болып жатса, осындай керамикалық патрондар қолданғандарыңыз дұрыс. Мына жағы да шешіледі. Бұларды да солай қолданасыз, солай қосасыздар.